Қабырға артындағы мың дұшпан, жанында жүрген бір дұшпан қауіпті. Өзің жақтырмайтын нәрсені өзгеге де тең көрме. Жабайы аңдардан қорқудың қажеті жоқ. Жаман достан қорқыңыз. Өйткені жабайы аң тәніңді жараласа, жаман дос жаныңды жаралайды. Уақыт өтеді, бірақ айтылған сөз ешқашан өшпейді. Менің рұқсатымсыз мені ешкім ренжіте алмайды. Кедейлік дегеніміз мүмкіндіктің азайғаны емес, қомағайлықтың артқаны. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы. Қызың жақсы болса, жайқалып өскен құрағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Сұлулық әйелдің бақыты, қадірін білмесе соры. Ашулы кезде тіліне ие болған адам нағыз ұлы адам. Өзіне өзі ор қазған адамға ешкімде, ештеңе де көмектесе алмайды. Тұзаққа түскен бұлбұлан, еркін жүрген торғай артық. Жаман мінез құлқы бар адамнан аулақ жүріңіз. Өйткені сынықтан басқаның бәрі жұғады. Жүректің біз білмейтін өз ақылы бар. Білімдімен дос болсаң, сасқанда ақыл берер. Адам баласы шындығының ашылып қалуынан өлерде қорқып жүрсе, бұдан артық бақытсыздық жоқ. Адамды бақытынан айыратын үш нәрсе: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау, бүгінгі күннің қадіріне жетпеу. Адамдар сіздің кісілігіңізге сенсін дейсіз бе? Ендеше оларды айтып мақтанбаңыз. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу үшін қажет емес. Бірақ ұлы адам болғыңыз келсе, бастау сіздің ең үлкен парызыңыз. Кек алғың келсе, екі қабыр қаз. Егер бай болғың келсе, ақша табуды ғана емес, оны үнемдеуді де үйрен. Ол мені ұмытқан. Адам өзі неғұрлым ізгі болса, ол соғұрлым басқалардан да соны байқайды. Кешегі күнмен емес, ертеңгі күнмен емес, бүгінгі күнмен өмір сүр. Неғұрлым терең қазсаң, соғұрлым кірбің табасың. Адамзатқа не керек? Сүймек, сезбек, киімек. Қарекет қылмақ, жүгірмек. Ақылмен ойлап сөйлемек. Қадіріңді білгің келсе, көршіңнен қарыз сұра. Жеке пікірі бар адам ғана бір нәрсені тұрарлық адам болады. Еңбек адамды үш зұлымдықтан арашалайды: зерігуден, жамандық жасаудан және мұқтаждықтан. Үй таңдама, қоныс таңда. Жиеннің алғаны парыз,
жезденің алғаны қарыз. Адамдардың барлығы айналасындағыларды өзгерткісі келеді, бірақ өзін өзгертуді ойламайды да. Ұлттың тілі сол ұлттың жаны, жан дүниесі. Ол жүректі соқтырып тұрған қан тамыры сияқты. Егер де қан тамыры жабылып қалса, жүрек те соғуын тоқтатпай ма? Егер сіз биікке шыққыңыз келсе, тек өз аяғыңызбен шығыңыз, өзіңізге сенім артыңыз. Берсең аларсың, ексең орарсың. Жалқауға іс тапсырсаң, атаңнан артық насихат айтар. Мені жетістігіме бола құрметтемеңдер, құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін бағалаңдар.